Бүгін ерте тұрып алып өзімше сторис салып жатырмын. Енді бұл жерде мен біреуге ақыл айтайын деп тұрған жоқпын. Тіпті ешкімге мотивация берейін де деп те тұрған жоқпын. Жай өзіме ақыл айту үшін, өмірде рахаттанып, дем алу үшін стористі осындай себептермен түсірем. Мен айтам да, өмір қайғырсаң да, қуансаң да, риза болсаң да, өкпелесең де бәрібір өтеді де. Сондықтан да өмірді мағыналы да, мәнді етіп өмір сүру үшін уақыт өтті деп мұңаймай, өмірім өтті деп ойланайық дегім келеді. Өзім сияқты адамдардың санасын ашып, бүгіннен бастап ерте тұрудың құпиясын ашқым келеді. Таң шапағатының құпиясы неде деген сұрақ туындап, кейінгі кезеңде мен мазалап жүр. Құпия, яғни сол ерте тұрған әйелдің бір ісі артық. Қарап тұрсаң қарапайым сөз сияқты, бірақ барлық дүние осының ішінде жатыр екен ғой. Енді мен үшін бұл өмірде негатив жоқ. Оған мен крес қойдым. Мен үшін енді позитив болмақ. Мына итті көріп тұрсыздар ма? Осы иттен мен неше жыл қорықтым ғой. Осы иттен қорқатын қорқынышымды жеңу үшін бүгін өріске мал айдап келдім. Шын айтам. Кеше мен бір блогердің видеосын көрдім. Сол видеода айтады да, қорқыныш қай жерде, сол жерде ақша бар дейді. Сонда мен ойланып қалдым, мәссаған. Мен иттен қорқам, ауыл адамдарының сөзінен қорқам. Сонда сол жерде ма бүкіл құпия? Дейсем, иә, сол жерде дейді. Сол қорқынышты қашан жеңесің, сол кезеңде сенде бәрі болады дейді. Содан бүгін оянып, иттен де қорықпай өріске бардым. Ауыл адамның сөзінен де қорықпай шықтым. Ауыл адамдардың сөзі дегеніміз не ол? Енді әйтеуір, қалай айтсам болады? Ойбай, мынау деген сөйтіп жүр екен, таң атпастан тұрып жүгіріп жүр екен. Ауыл адамдардың сөзі деп, одан қорқудың қажеті жоқ шығар деп ойлайтын шығарсыздар. Бірақ мынау таң атпастан тұрып алып, жүгіріп, ойпырмай, шіркін-ай деген сияқты бір кекетпе сөз айтама деп қорқасың ғой. Сонда мен содан қорқады екем, қарап